Достар, бүгінгі видеода мен машина жасаған болатынмын. Тоқтаңдар, мен что-то слишком алдыға кетіп қалған сияқтымын. Бәріне сәлем достар, сендермен Казмастер. Бәсе енді дұрыс болды. Бәріне сәлем достар, сендермен Казмастер. Бүгін Казмастер YouTube арнасында алғашқы видео шығады. Міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңдер. Ал біз бастаймыз. Достар, бүгін біз кішкентай машинка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 9 вольттық крон батарейка, осындай кішкентай моторчик, және де кабель, ручканың пастасы, трубочка, выключатель керек болады, және де осындай бутылканың 3 крышкасы, переходник және медициналық шпажка керек болады. Достар, ең алдымен трубочканы өлшеп батарейкаға жабыстырамыз. Ол үшін өлшеп қиып аламыз. Және де біз оны термоклеймен және де яғни ыстық клеймен жабыстыратын боламыз. Ендігі кезекте достар, моторчик пен батарейканы выключатель арқылы жалғайтын боламыз. Бағанаға 3 крышканы дәл ортасынан кесеміз және моторчикқа орнатамыз. Шпажкиді батарейкаға термоклей арқылы орнатамыз. Дәл жәнегідей моторчикті шпажкиға термоклей арқылы орнатамыз. Ендігі кезекте выключательді батарейканың үстіне термоклей арқылы жабыстырамыз. Достар, ендігі кезекте дөңгелектерді термоклеймен жақсылап бекітеміз.
Достар, мен моторчикті байқаусызда қисық орнатып қойыппын, яғни наоборот. Енді менің машинам алға қарай емес, артқа қарай жүретін болады. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Достар, бүгінгі видеода мен машина жасаған болатынмын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Осы видеоны достарыңмен бөлісіңдер. Мен Казмастер, сау болыңдар.